Сәлем достар, Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сұрақ көп, мақсат дөп. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулетиярқызы және екі бірдей Қазақстан Республикасының үздік педагогтары осы біздің подкасттың қонақтары. Бірі Айнұр Тынышбекқызы, екіншісі Бану Аманқызы. Сонымен, құрметті әріптестер, үнемі айтам, менің каналымның фишкасы сұрақ көп, мақсат дөп деп. Яғни үнемі көптеген әріптестеріміздің қойып жататын сұрағы үздік педагог деген атақ қалай беріледі, ол қандай байқау, премиясы қанша, не істеу керек, мен де ұтқым келеді, бірақ мені ұсынбайды, немесе мені ұсынады, бірақ мен үнемі өте алмай қаламын, қандай да критериялар жетіспей қалады деген сияқты, иә. Сондықтан осы көкейде жүрген сұрақтарыңызды қоюға бүгін мүмкіндік бар. Алғашқы 25 минут біз Айнұр Тынышбекқызымен әңгімелесетін боламыз. Қалған 10 минутта сұрақ-жауап айдарына берсек деген ниетіміз бар. Сонымен Айнұр Тынышбекқызы, сізді шын жүректен құттықтаймыз. Бұл ерекше сезім, ерекше жетістік, еңбегінің бағаланған күні, ақ түйенің қарны жарылған күн деп жатамыз, иә. Әрине бір кәдімгі бір бақыт. Мәселе ақшада емес, мәселе атақта да емес шығар. Мәселе сол төсбелгіде емес, сол бір драйв, сол бір сезім, бәрінің құрметке бөлеген сәті, министрмен кездесу, бұның барлығы ерекше сезім, ерекше көңіл күй сыйлайды. Сізді осындай үлкен жеңісіңізбен құттықтаймыз. Енді айтып өтсеңіз, жеңіске қалай жеттіңіз, қанша сізге премия берді, ең бірінші сұрақ бәрін қызықтыратын. Және бұл сайысқа сіз, мен білсем, 3-ші жыл қатарынан қатысып, биыл республика деңгейінде танылдыңыз. Ал сөз кезек сізде. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, Әйгерім ханым. Бүгін осындай подкаст енді 2-3 күннен бері жоспарлағанбыз, өзіміз мектепте жүргендіктен бір қол тимей кетті. Әйгерім ханым өзімен қалай осы ниеттен бастағаннан бері таныспыз. Жалпы бұл кісіні өзім тауып алдым. Инстаграмнан қарап жатып, содан бері міне 3 жыл танысып, осындай жақын бір адамдар сияқты дос болып кеттік десек те болады, әлі де тірідей бір-бірімізді көрмесек те. Әйгерім ханым, сізге үлкен рахмет. Білмеген жерімді сұрап, осы кісіден сіздер сияқты болғым келеді деп армандап жүрген кездерімде танысқан болатынмын. Енді міне Аллаға шүкір, 3-ші жыл қатысып, осы биыл жалпы осындай табысты жыл болды деп айта аламын. Енді қалай басталғаннан айтып берейін, сіздерге кішкене қызығырақ болатындай. Себебі енді жылда негізі өзгеріп отырады екен. Бұл байқаудың талабы да, басқасы да енді жылда өзгерістер енгізіп отырады. Мысалы, Әйгерім ханымдар қатысқан кезде бұл кісілер көбінесе жаңа PDF форматта бүкіл документтер жинап, скан вариантта жасап, енді ол кісілер солай жасаған болатын. Және көбінесе бұл кісілерде жаңа онлайн уақытқа келген болған. Мен енді сұраған кезде. Одан кейін бізде уже сразу бірінші портал ашылды. Қазір бәріне белгілі, сол портал ашылып, сол порталда жаңадан бірінші жыл ашылған жыл өте қиын болды. Яғни порталға салған жүктеген бүкіл жұмыстарымыздың бәрі жоғалып кетіп, өшіп кетіп деген сияқты. Енді әлі де как пилотный проект сияқты болды ғой, сондықтан сондай бір жұмыстар болды. Одан кейін 2-ші жылда сол порталдың продолжениясы болды. Биыл ғана кішкене тұрақталып, сондай жұмыстарымызды жаңағы бірден салған нәтижесін көріп, бұл енді ашықтық мақсатында жасауға болу керек. Және де мына әр, мысалы айтады ғой, мұғалімнің жұмысын көруіміз керек, айда анық болып тұру керек деген. Соған мен 100% келсем. Өйткені жаңа сұрап атады ғой, енді сіздер, мысалы, кім қазір қызығып жүргендер, бірден положениясын ашасыздар. Сол жерде положениеде барлығы яғни тұрады, ережесінде, яғни бүкіл мына 514-ші бұйрықтағы байқаулар тұрса, мен айтам, әділ өткеннің бір несі, мысалы, байқау тұра ма, байқауда жаңағы аты тұрады, яғни сол атына сіз жұмысыңызды саласыз. Салсаңыз сізге 1 балл, немесе 2 балл беріледі, салмасаңыз балл жоқ болды. Қаншалықты, мысалы, сіздің бір байқаудан 10 жүлдеңіз болса да, ол 1 грамоты шеңберінде ғана балл беріледі. Мысалы, сіз
педагог идеялар панорамасына қатарынан 3 жыл қатысып, 3 грамотны салсаңыз да, ол 1 балл, яғни республика деңгейі болса, мысалы 3 балл, облыс деңгейі 2 балл, аудан деңгейінде 1 балл деген сияқты Бірақ 10 осы жерде, грамотасын оқушылардікі де. кешіріңіз, сұрақ қойып отырсам ренжімесеңіз, Аха, өйткені аха, иә. ұмытылып қалады. Аха, Панорама педагогических идей деген бар. Содан кейін педагогикалық идеялар фестивалі деген бар. Екеуі екі түрлі байқау. иә, Бәрін иә, ұйымдастырады, қазір өрлеу ұйымдастырады. айтып Бірақ кетейін. екеуіне қатысса әріптестер, бір балл бола ма? Иә, соны да айтып өтейін. Аха. Иә, бұл жалпы жаңа айтқаным ғой, жаңағы әділетті өтеді. Бұл мен сіздер ойламаңыздар, бұның бәрі ақша, жаңағы негізі шын ғой, адам қатысқанда бірден сөйтіп ойлаймыз. Ол негізі ондай емес. Өйткені сіздің жұмысыңыз кәдімгідей айдай анық тұрады. Көрініп тұрады. Сондықтан ол жерге қазір бізде не бар? Біз мысалы грамотамызды салдық па, ол жерде тіркеу номері бар. Тіркеу номерімен бұрында мысалы үздік педагогтың бөлек болатын платформа. А қазір НОБД-мен бірдей. НОБД-ның ішінде үздік педагог деп бөлек тұрады. Яғни сіз НОБД-ға жүктейсіз ғой бүкіл жетістігіңізді, иә, мысалы аттестация өткен кезде, ол жерде тіркеу номерімен тұрады. Мысалы дарыннан сізге берсе, сол тіркеу номері дарындікі сізден шығып тұрады. Сонда ешқандай ашықтық болады. Сонда ешқандай біреуден жасап алған, не болмаса тағы бір деген болмайды да ол вариантта. Яғни сол дарыннан берілсе, бірден сізден шығып тұрады. Яғни бұрынғыдай ұсынып беріп распечатка жасаудың қажеті жоқ, иә. Сол. Енді жаңағы байқауларға тоқталып кетейік. Жаңағы Айгерім ханым айтқандай, иә, педагогикалық идеялар панорамасы деген жаңағы өрлеу біліктілікті арту ұлттық орталығы ұйымдастырады. Бұл жылда өтеді. Және де бірнеше рет қатысуға мүмкіндік бар. Облыс деңгейі, бұл жерде облыс және республика деңгейінде осы екі неде өтеді. Одан кейін педагогикалық идеялар фестивалі деген бар, иә, оның да направлениясы өте көп. Сынып жетекші, пән мұғалім ретінде де қатысуға болады оның бағыты бойынша. Ол да бөлек, ол да бірінші аудан деңгейінде, кейін облыс деңгейінде, кейін республика. Екеуі екі түрлі. Идеялар панорамасы және идеялар фестивалі деген екі атауы кішкене ұқсайды. Екеуінен екі бөлек балл беріледі, жаңағы айтып өткендей. Көп байқау. Инсайт барынша республика көлемінде 514-ші бұйрықта тұрған республика көлемінде өтетін барлық байқауға қатыса беруге болады. Әрқайсысы бір балл болып саналады. Окей. Әрқайсысы. Содан кейін мысалы біз аламыз ғой, мысалы айтады да, ой, ол жерде қандай деп, мысалы көбісі сұрайды қандай байқау деп, бірақ мен мысалы өзім не істедім? Мен 514 алдым, распечатка шығардым и өзіме басынан бастап прям жазып шықтым. Мына байқау, одан кейін маған қатыссыншы. Прям уже жатқа білемін ғой, енді 3 жыл болды ғой курсым. Так, мынаған қатыса алмадым. Так, мына өтіп кетті. Енді мынаған қатысуым керек. Оған менде материалдық база бар ма? 5 жылдағы жетістіктеріңізді салдыңыз? Жоқ, 3 жыл. 3 жылдағы, иә? Сіз өзіңіз информатика пәнінің? Информатика. Информатика пән мұғаліммін, иә. Мен қараңыздаршы, қазір мысалы былай сұрақ болады да, ой, енді көп стажы көп. Мысалы мен осыда марапаттауға барған кезде маған үлкен кісілер көріп таңғалып жатыр. Ой, сен жап-жас қыз екенсің ғой деп жаңа нетіп жатыр да. Ол жерде былай ғой, сіздің еңбек өтіліңіз 5 жыл болса болды. Самый главный талап сонда 5 жылдың ішінде де, мысалы жас мамандар ғой, былай қарап тұрсаң, 5 жылда да әлі де, иә. Сонда бірақ жетістігіңіз соңғы 3 жыл ғана. Бұрынғыдай 5 жылда жоқ, 3 жыл ғана. Сонда 3 жылдың ішінде сіз жаңа тынбай прям еңбек етуіңіз керек қой, 3 жылда толтыру үшін ананың барлығын. Неге толтырамыз? Потому что бізде самый главный балымыз жоғары болу керек. 100 балмен портфолио бағаланады. Сол 100 балдың 80 балдан жоғарысын алуымыз керек. Кейде 85 алып жатсаң да өтпей қалатын жағдай болады. Ол конкуренттерге байланысты. Енді желательно 90 алсаңыз, енді 100% өтем деген ойда боласыз. Сондықтан мен жаңағы айтып отқан 514-ші бұйрықты алдым. Өзім информатика пәнім ғой. Мен кәдімгі ауылдық жерде, прям қалай айтсам болады, 400 балаға арналған мектеп бар. Ескі мектеп. Қазір бір суреті болса көрсетемін сіздерге. Сол жерде біз 2300-дей оқушы оқимыз. Енді бізде ешқандай материал база жоқ десең де болады. Себебі біз енді ойлаңызшы, коридордың өзін пластикпен жауып, кабинет жасап, солай оқып отырмыз. Бізде 3 смен, 4 сменға дейін кетіп қалады. Бізде мектеп бір 10 минутта ғана босайды.
обед уақытында. Сол кезде жаңағы еден жуушы апайларымыз бірден жуып алады да. Міне осындай условияда. Бізде түстен кейін деген жоқ. Суббота күні біз оқимыз. Интерактивная доска, ноутбук, Интерактивті доска бізде бір үш кабинетте ғана бар. әр мұғалімде принтер. Жоқ, ол әр мұғалім өзі сатып алса сатып алады, сатып алмаса жоқ деген сияқты. Ал мектептен бері, мектепте тек қана завучта и жаңағы тәрбие завучта мүмкін болуы мүмкін, болды, басқа жоқ. Сонда ешқандай условия жоқ деп айтсам болады. Ауылыңыз қалай аталады? Ауыл қалай аталады? Ауданы ауыл ма сіздеркі? Біздікі ауыл, Жаңалық деген ауыл. Қай аудан? Талғар ауданы. Қай облыс? Алматы облысы. Жақсы. Алматы, енді қараңыз, біздің тұрғылықты жеріміз Алматы облысының жанында ғана орын. Алматы қаласының қасындамыз да, негізі бір жарты сағаттық жер. Бірақ ауылымызда енді мектеп жоқ. Енді бұл бір ғана мектеп, бірақ қалай айтсам болады, Алматыға жақын болғандықтан адам көп келеді ғой, қоныстан. Жылда көбейіп жатыр да, сондықтан мына жерде какой-то бір 3 жылдың ішінде адам өте көп, оқушы өте көп. Прям уже қабылдамайды оқушылар. Сыймайды ғой, өйткені кабинет сыймайды. Кабинет тар болғандықтан сіз талап сай емес. Соған қарамастан сол жерде жұмыс істейміз. Енді мен информатика пәнінің мұғалімімін. Бізде кабинетте бұрынғы кәдімгі стационар компьютерлар білесіздер ғой, сондай бізде кәдімгідей 18 кабинет, бір ғана кабинет бар. Ол жерде жаңағы 18-ге жоқ компьютер бар, болды. Қалған бізде мысалы карантин уақытында барлықтарыңызға берілген болуы мүмкін, жаңағы ноутбук, нетбук дегендер бар ғой, кішкентай. Сондай берілді ғана, отбасы жағдаймен нашар дегендер берілді ғой. Сол нетбуктарымыз бар. Енді біз не істейміз? Мысалы, біз бір сыныпты 2-ке бөлеміз. Сосын мен 12 нетбукты өзімнің басыма аламын мектептен, соны 12 нетбукты көтеріп Мен ғана естімей қалдым ба, Айнұр ханымды? жұмыстарыңызды көрсете берулеріңізге болады. Енді жаңағы біз информатика болғандықтан бізде роботтар жоқ, робототехника жоқ, жаңағы 3D принтер деген ол да жоқ, проект жасайтын жұмыстарымыз тоже ештеңе жоқ. Сонда мен байқауларға қалай қатысамын деген сұрақ болғанда, менің қолымда не бар деп бастадым да, жаңағы программированиядан, жаңағы блендер деген видео бар, әйтеуір содан бастадым. Содан бастап, әйтеуір 1-ден, 2-ден, 3-ден жаңағы общий байқаулар бар ғой, жаңағы мысалы Айгерім ханым айтып кеткендей, педагогика идеялар панорама, сол жерге сіз қандай пән мұғалім болсаңыз да қатыса берсеңіз болады. Мысалы, ой, мен информатика екен, басқа екен деген қарамаймыз. Именно өзіміздің пән, любой қатыса берсеңіз. Мысалы, зерденің өзін алсаңыз да, жалпы жұмыс ала берсеңіз болады ғой, міндетті емес. Сіз экология тақырыпты да алсаңыз болады. Ол сіздің неңізге қарап қалған жоқ қой. Мысалы, мен бір айтатын жаңағы қазақ әдебиет мұғалімдерге өте көп қой, оқулар деген өте көп та. Мен айтамын да, қазақ әдебиеттерге не жинау жақсы деймін да, өйткені көп оқулар көп болады. Әбіш оқы, Жамбыл. Сіз қазақ әдебиеттарға филологтарға жалпы жинап алуға оңай балды. Сіздерде санаулық WorldSkills дейма, сондай бір робототехникадағы дүниелер бар еді, сондайлармен жинайсыз. Сол бізде кішкене қиын. Еще бізде бір жаңалық ашуым керек та. Айтты бізді қызықтырмайды да. Мысалы, информатика дегенде біз бір жаңалық ашуымыз керек та. Мысалы, бір жобамен айналыссақ, не бірдеңе, бір күшті зат күтеді ғой бізден. Сендер информатиксіңдер ғой, сендер бәрін білулерің керек деген сияқты. Ал енді мысалы қазақ тілі көбінесе сіздер мысалы ананың орны, мысалы зерттеп, даже тарихпен де кішкене сабақтастық болып кетіп жатады. Жаңағы бір күшті мынандай ауылдың балалары, тем более мынандай тілге, неге өте жақсы ғой, тіл байлықтары. Оларды дайындасаң, мысалы, 1-2 байқауға қатыстыруға болады. Бір оқушының өзін дайындасаң да, мысалы, енді мен жолдасым да қазақ тілі әдебиет мұғалімі ғой, соны айтамын да, мысалы, мүмкіндік көп. Сол жағынан ұнайды да маған, мысалы, қазақ тілі мұғалімдерге. Бізде кішкене қиындау. Бірақ мысалы, оны мен көрген биыл жаңағы министрдің алдына барып республикаға шыққанда мен жаңғыз информатик болдым.
Мгм. Соған бәрін қарап отырдым ше, 64 мұғалімнің бәрін қарадым, кейін списогін ашып алып тұрып қарадым. Нешінші нөмірлі Жоқ. болдыңыз? Ау, Нешінші нөмір болдыңыз? мен үшінші болдым. Балыңыз жоғары болған ғой. Иә, балл жоғары болды. Прям бір 4-ақ балл ғана жетпеді менікі, сол максимальный болды. Мгм. Соны, Ха? ау, Айта беріңіз, айта беріңіз. ана дауысымыз бір естілмей қалды да, интернеттен ғой деймін. Содан кейін соны айтам да, ешқандай негізі былай қарасаңыздар, отмазка айтуға болмайды да. Ой, оны жасай алмаймын, ол бұндай, менде жағдайым жоқ, мен 4 балам бар, мен анау бар деген, оның бәрі, егер действительно мұғалім қаласа, Болады. айтады ғой, мен, иә, ниетіңіз түзу болса, действительно соны алдыңызға мақсат қылып қойып жұмыс істесеңіз, менің ойымша болады. Бірінші жыл мысалы мен жеңіліп қалған кезде тек қана ауданнан өттім ше, бірінші жыл тек қана ауданнан өттім, опыт жоқ ол кезде. Сосын ауданнан ғана өткеннен кейін жарайды деп оған да риза болдым, бірақ айттым жоқ, мен келесі жылы қайта қатысамын дедім. Еще ол бір жылдан кейін ғой, енді бір жылдан кейін жоқ, мен қайта қатысамын. Сосын күйеуім де жолдасым да жаңағы адамдар енді естігендер айтады, ой сен де еріккенсің деп ше. Сол күлдім, жоқ мен қайтадан қатысамын деп. Келесі жылы шаршамай қайтадан қатыстым, уже облысқа өттім, облыстың уже үздік педагогы атанып, бізге 1 миллион ақша берді, ол біз үшін өте, мен үшін прям өте. Одан кейін мен уже облыс деңгейінде уже жұмысымды көрсете бастадым. Уже өздігінен өздігі жинала берді ғой, жаңағы уже сіз облыста көрінгеннен кейін уже, иә, ары қарай уже кете берді. Одан кейін республикада уже қалай болды? Мен жылдың үздік жыл мұғалімі деген бар ғой, мына үздіктен бөлек байқау. Соны жеңіп алдым да, облыстан жаңағы бір машина, автокөлік алдым. Соны ұтып алғаннан кейін бір, рахмет, 1-7-ден кейін осы үздік қайтадан басталып кетті да, үздікке барасыз, сіз республикаға өттіңіз деп, сол аралап бір тығыз сондай бір не болып кетті да. Жақсы, биыл сондай керемет бір берекелі жыл болды. Дұрыс, барлық әріптестерге сондай берекелі жылдар бұйыра берсін, жыл бұйыра берсін. Енді мынандай нәрсе, портфолиода өттіңіз, әрі қарай сабақ өткізу керек болдыңыз, иә? Сабақ өткіздіңіз ба бастан ағарып? Аха. Бірінші интернет тұрақсыз бізде. сол тақырып бойынша сабағыңызды өтуіңіз керек. Мен екі рет бардым ғой, жаңа облыстан өтіп барған кезде де 6-шы сыныпқа сабақ өткіздім. Ол жерде де жаңағы 3 үздік педагог мен сабағыма кіріп жюри мүшесінде болды. Ал биыл тек министерстводан ғана адамдар кірді. Олар үздік педагогтар емес, бірақ 5 адам кірді. Өзі жаңағы осы үздік педагог курировать ететін Айман Семеновна деген кісі бар, өз министерствода. Сол кісі өзі қатысып, қасында 4 адам бар, полный қатысып, прям от-үйді сабағыңызды талдап, қарап, сөйтіп шықты. Бірақ бір күн қалғанда ғана айтады. Кейде мынандай жағдайлар болады да, сол тақырып, енді бір тақырыпты приблизительно жоспарлайсыз ғой, енді келесі аптада деп, бірақ барған кезде ол тақырып болмай, басқа тақырып бергенде сондай да ситуациялар болды. Ұстаздар сол бір күннің ішінде, бір түннің ішінде дайындалып, әйтеуір барын шығарып апарды. Сосын жаңағы сыныптарды бергенде де солай сынайды. Ең нашар сынып, Г сыныптар деген болады ғой, мысалы, білім сапасы төмен, сондай сыныптарды береді. Дарын мектепке барып сабақ берген кезде именно сондай сыныптарды сіздерге беріп, сонымен қалай сіз жұмыс жасайсыз деген сияқты соны көрсетеді. Егер шебер ұстаз болса, тіпті қарайды, сіз шеберсіз, кез келген ситуациядан шығуыңыз керек деген сияқты осындай талаптарды қояды. Жақсы. Алдыңғы жылы кішкене не болған, биыл сондай бір күрделі болды. Портфолияңызды көрсек бола ма? Мен сіздерге мына не бойынша көрсетейін қазір. Жаңа айтып өттім ғой, жыл мұғаліміне қатысып, сол жерде бізде 2 күн бойы болады, жаңа жыл мұғалімі.
И сол жыл мұғалімінде бізге портфолионы жасау керек болады. Енді сіздерге былай көрсеттім, әйтпесе былай папкада тұр да, ол енді сіздерге қызық емес болатын шығар папкада. Сондықтан былай көрсете салайын. Біз сол жыл мұғалім, сол жетістік қой негізі. Жыл мұғаліміне Айнұр Тынышбекқызы, бізде 33 минут кетті, 7 минутымыз қалды. Аха. Хорошо. Қазір бітетін кезде бір ескерте саласыз, иә? Осылай үлкен кітапша ретінде. Так, біліктілік курстар әрі қарай. Иә. Біліктілік курстар. Сосын мынау сіз байқауларымыз. Жаңашыл ұстаз республикалық, бұл басқа ма? Бұл жыл Иә, мұғалім. бұл білімленд. Білімленд. Ескеру әрі қарай. Сол жерде. Одан кейін мынау робототехника. Бұл международный, дальше. Народный республика. КС Казахстан. Мынау біздің жыл мұғалімі деген бар ғой, кәдімгі үздік информатика. Кәдімгі өзім ауданнан басталады ғой, мынау аудан көзі бал. Иә, аудандікіне 1 балл деген беріледі. Мынау педагогикалық идеялар панорамасы, жаңа өрлеудікі. Бірінші орын. Бұл облыс, республика, бұл 2 жыл қатарынан қатысқаным, республиканский. Бұл тамыз саммиті, бұл жаңағы білім министрімен осы биыл өткен. Бұл да балға саналама? Иә, бұл жаңағы, енді бұл жерге тек үздік мұғалімдерді ғана апарады ғой, бұл жерге. Жай мұғалімдерді апармайды, сондықтан сіз еще қатысушы болып барасыз, бағдарламаны береді полностью. Қатысушы болғанның өзі мәртебе. Иә, кәдімгі бағдарламамен атыңыз тұрады. Жай мұғалім кетті. Жақсы. Біліктілікті арттыру тоже, бірақ бұл шетелдегі, енді естіген болсыздар, саммит өтті ғой осы жақын арада. Teacher Prize деген саммит, бұл жерде шетелден келген, үшін біліктілікті арттыру, сол бойынша сертификат. Мынау тоже ұстаз құрылтайы, мынау облыстың үздік педагог, 2023-тегі, бұл облыстағы. Үздік педагогқа ұсынған өзін тәжірибесін тарату деген видеороликті тура соны қайталап сала салдыңыз ба? Иә, соны салдым. Өйткені менде уақыт та болмады да, басқа жасауға мүмкіндік те болған жоқ. Мынау жыл мұғалімі. Бұл әкім өзі, кейбір әкімдер үй тігіп атады, кейбіреулер машина беріп атады, кейбіреулер тек грамотамен ғана шектеліп атады. Біздің Қарағанды облысы 300 мыңмен шектеледі. Бізде бұл кісі жылда осы машинаны береді. Осы Chevrolet автокөлігі 7 миллион 500 мың теңге қолыма санап берді. Автосонға барып, сол автосоннан алып, басыма аударып, бір күнде осылай берді. Бәрі әділетті, жаңағы өтірік деген әңгіме жоқ. Шансы бардың, шансы бар деген жүрмейді. Жоқ, жүрмейді. 2 күн бойы өтеді ол байқауда. Керек болса айтып беремін. Енді бірақ әр облыс әртүрлі ғой, сондықтан. Фестиваль, мынау енді министерстводан алған грамоты дегендер, бұлар ведомстволық грамоты болады, бұлардың балдары ең жоғары болады. Алғыс хат, енді анау-мынау, общем, жаңағы жыл мұғалімі деген облыстікі. Осындай, тоже үздік жыл мұғалімі. Аудандықтар, әрі қарай. Жақсы. Облыс республикада сабақтан өттіңіз. Менің YouTube каналым бар, бірақ барлықтардың көп әріптестердің сұрайтын сұрағы, қандай әдіс пайдаландыңыз? Сіз вау дейтіндей, жұртты селк еткізетіндей бір әдіс лақтып жүрсеңізші осы жерде әріптестерге. Менде былай болды. 11-ші сынып таңдаған сыныбым, 11-ші сыныпта жаратыстану бағыты жасанды. 1 минутта жинақтап беріңіз. Жасанды интеллект тақырыбы. Мен жасанды интеллект бойынша жоба жасаған болатын, өзім бұрын. Бір нәрсеге әйтеуір пайдасы тиеді ғой. Өзім жоба жасап, зердеден үлкен жоба жасап, сол республика деңгейіне шыққан сол проектім. Сол проектті сол сабаққа алып бардым ғой. Сол жерде алып бардым да, и жыл мұғалімде де сол сабағым көрсеттім, мына кезде де дәл сол сабағым көрсеттім. Алланың берген жеңілді. Яғни сіздің ерекшелігіңіз жасанды интеллектке негізделді. Жақсы. Көп рахмет. Енді арамызда 2020 жылғы үздік педагог отыр. Қазіргі таңда үздік дене шынықтыру мұғалімі деген байқауда жүр. Қазір республикалық деңгейде. Бану Аманна, сұрағыңыз бар ма? Бірінші сұрақ. Сізге отырсыз ба? Экранды алып тастасаңыз, Айнұр, рахмет. Тыңдап отыр ма? Жоқ па ол кісі? Үндемеді, уақыт шектеулі. Басқа әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма Айнұр Тынышбекқызына? Дауысымыз естілмей қалды ғой деймін, иә? Солай ғой деймін. Айнұр Тынышбекқызына сұрақтарыңыз бар ма?
қолданушы кішкене ғана не береді, иә, шанс, содан кейін платно. Вот жақсы, қайсысын ұсынар едіңіз? Жақсы төлеп, сосын әрі қарай қолданып жұмыста мына мұғалімдік тәжірибеде қолданатын ұсынатыныңыз бар ма? мен мына Google'ды ашамын ғой, кәдімгі Google'ды ашқан кезде сразу чат GPT менде сразу ашылады. Мен оған жазыламын, 10 000 теңгесін төлеймін. Төлеп пайдаланамын. Чат GPT ең бірінші өте жақсы. Одан кейін менде Magic School тұрады всегда. Екеуін мен кәдімгі Google'ды ашып, WhatsApp вебті қосып бастаймыз ғой, жұмыс істеп тура мектепке барған кезде. Сол кезде мен сразу бірден қосамын да, любой бізде мына енді кез келген неңізді жасап береді ғой, жасанды интеллект бір жақсы. Тек қана сіз промпт дейміз ғой, дұрыс промпт жазу керек дейді, иә. Сонда сұрау, қалай дұрыс запрос беру. Сол промпт дұрыс берсеңіз болды. Мынау чат GPT 4 деген бар ғой. Чат GPT 4 соның оның жаңағы іс тәжірибе тарату, авторлық бағдарлама, өзіңіздің сол авторлық бағдарламаның барлық жұмыстарыңыз, мысалы менде STEM да, осындай жұмыстар. Соларды айтқым келген ғой. Одан кейін мынаны айта кеткім келіп тұр да, мысалы сіздерден былай Сонымен құрметті әріптестер, бізде екінші рет Zoom ұйымдастырылды, бірақ өкінішке орай сақтап ала алмадық. Сондықтан Айнұр Тынышбекқызынан мен презентациясын сұрап алып, өзім дыбыстап жатырмын. Бұл жайында екінші эфирде айтқан болатын. Сонымен оқушыларының жетістіктері мынадай: ел үміті жобасының қола медаль иегерлері екен оқушылары, халықаралық IELTS-та көрсеткіш көрсеткен, облыстық, республикалық, халықаралық деңгейдегі жарыстарда орын алып жатқан, мінеки соның дәлелі ретінде сілтемелерді де жинақтаған, видеолары да бар, фотолар, картинкалар дегендей. Айқанат, мың бала, Бебрас мен бобер дейді, мен бірінші естіп тұрмын бұл байқауды өз басым. Ақбота зияткерлік олимпиадасы, бір қарағанда Ақбота бір қарапайым ғана байқау сияқты ғой, бірақ дегенменде сұранысқа ие екен. Алтын сақа, мінеки бастау олимпиадасы, кенгуру, шығармашылық байқаулар, информатика пән мұғалімі бола тұрып, әртүрлі байқауларға қатыса берген. Өз айтты ғой жаңа эфирде 514-ші бұйрықты алдымда, қандай байқаулар бар, бәрін іріктеп алдым деп. Мінеки соның дәлелі, тіпті әртүрлі байқауларға қатыстырта берген оқушыларын. Зерде Informatrix дейді, Азия және Қонаев New Innovation, анимация 2020 облыстық байқаулары, жас зерттеуші атты ғылыми жобалар, облыстық IT байқаулары. Яғни бұл үздік педагог байқауына тек қана республикалық, халықаралық деңгейдегі жарыстар емес, облыстық, аудандық та жарай береді. Барлық қайда барсаңыздар да фото отчет жасап отырыңыздар. Робототехниканың шебері көріп тұрсыздар, және бірнеше жылды салыстырып көрсетеді дәлелдемесімен. Мінекей 9-малақ мектептен тыс жұмыстарды атап өтіп жатыр, және де бір айтып өткені, волонтер ретіндегі жұмыстары ерекше бағаланыпты, инклюзияға байланысты курс оқып, сонда бір оқушыны Zoom платформасында ерікті түрде тегін дайындағаны жайлы дәлелдемелері бар екен. Сол жайында айтқан болатынды, мінеки жетістіктерді жинақтап отырған. Жалпы осы қоғамдық шараларға белсенділікпен қатысқан, ерекше бағаланған екен. Мектеппен байланысты әртүрлі ұйымдармен қандай қарым-қатынаста болды, соның дәлелдемелері, тіпті қатынас қағаздарына шейін сұралған. Жалпы кез келген әрекетке берекет болатыны анық, бірақ қағаз сөйлеп тұратын заман. Сондықтан барлық нәрсенің фото отчеті әлеуметтік желіде жарияланымына, барлығының датасына қарайды екен. Жалпы осы сонымен, егерде эфир ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Кез келген лайк басқан әріптеске бұндай атақ бұйырсын деген тілегім бар. Дамыса, Қазақстанның мұғалімдері дамысын. Сау болыңыздар!